Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Жұмыртқа қуырып қайнатса азық, салаттың дәмін келтіретін қоспа. Оған қоса кез келген пісірменің жақсы шығуына ықпал етеді. Тіпті керек десеңіз косметикалық қызметті де керемет атқарады. Бір ғана жұмыртқадан адам ағзасы үшін аса қажетті ақуызды, дәрумендер мен минералды заттарды алуға болады. Оның құрамындағы А және Е дәрумендері күйікті кетірсе, лейцин қандағы холестерин деңгейін төмендетеді екен. Сонымен қатар тамақ ауруларын емдеп жөтелді жазатын қасиетке де ие. Жұмыртқаның тағы қандай ауруларға ем екендігі жайлы осы видео барысында айтатын боламын. Видеоны менімен бірге соңына дейін көріңіздер. Жөтелді кетіреді. 2 ас қасық қолдың таза сары майына 2 дана балғын жұмыртқаның сарыуызын, 1 шай қасық бидай ұнын және 2 шай қасық табиғи балды араластырыңыз. Дайын болған қоспаны 1 шай қасықтан күніне 3-4 рет ішке қабылдайсыз. Күйгенді емдейді. 2-3 дана жұмыртқаны қайнатасыз, піскеннен соң сарыуызын бөліп алып, майсыз табаға салыңыз. Табаны баяу отқа қойып, қарайғанша қуырыңыз. Дайын болған қуырманы күйген жерге жақсаңыз, жараның орны тез жазылады. Қалған қоспаны тоңазытқышқа қою керектігін ұмытпаңыз. Тұмауды кетіреді. 500 мг жылы сүтке 1 дана шикі жұмыртқаны саласыз. Оған 1 шай қасық бал мен 1 шай қасық сары майды араластырыңыз. Қоспаны мұқият араластырып алып, жатар кезінде ішсеңіз, жөтел сап тыйылады. Таңертең тұмаудан да суықтан да құтыласыз. Бойыңызды тіктеп, сергек қалпыңызға келесіз. Буын ауруларынан біржолата құтыласыз. 1 дана жұмыртқаны қайнатасыз. Піскен кезде сарыуызын алып 2-ге бөліңіз. Енді жарты сарыуызды шанышқының көмегімен езесіз. Кеңде ыдысқа 1 стакан тазартылған күнбағыс майын құясыз. Оған сіріңкенің қорабындай көлеміндегі ара балауызын қосыңыз. Ыдысты баяу отқа қойып, балауыз ергенше қозғап тұрыңыз. Қайнап тұрған майға жұмыртқаның езілген жарты сарыуызын саласыз. Сарыуыз көзге көрінбейтіндей жоқ болып кеткенше қайнау керек. Сосын оттан алып капронмен сүзесіз. Емдік қасиеті мол қоспаны буындарыңызға сіңдіре отырып жағып, компресс жасайсыз. Емді әр 2 сағат сайын қайталап отырсаңыз, оң нәтижесін тез байқайсыз. Бұл сұйықтықты шыны ыдысқа құйып, 10 айға дейін тоңазытқышта сақтауға болады. Ескерту: халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Жоғарыда аталған кеңестер сізге пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар.